Және бір жағымды жаңалықты жеткізіп қояйын. Енді сіздердің сауда-саттық жасап, тұрмыс шарт жағдайларыңызды жақсарту үшін үкімет жағынан 1.700.000 теңге қайтарымсыз қаражат ақша берілетін болды. Енді бұл жыл сайын осындай халыққа қолайлы, тиімді саясаттың бірі. Енді бұл 1.700.000 теңге қандай адамдарға беріледі дегенде, төмендегідей шарттарға толатын адамдарға беріледі. Біріншісі, семьясында көп балалы отбасыларға, қиыншылық жағдайы барларға беріледі. Екіншісі, мүгедектігі бар адамдарға беріледі. Яғни жарымжан болып қалған, осындай еңбек күші жеткіліксіз болған осындай адамдарға беріледі. Үшінші бірі қандастарға беріледі. Енді қандастар дегеніміз шетелде тұратын этникалық қазақтар, осы Қазақстанға келіп тұрып жатқан, азаматтық алмақшы болған осындай азаматтарға беріледі. Сондықтан, егер сіз Қазақстанға келіп осындай азаматтық алуға дайындалып жатқан болсаңыз, қандас мәртебесі болған болса, онда осы 1.700.000 теңгелік көмек қаражатты алуыңызға әбден шартыңыз толады деген сөз. Енді бұл ақшаны алған соң, бұл ақшаны негізінен тек қана сауда-саттық жасап, өзіңіздің тұрмыс тіршілігіңізді жақсартуға ғана қолдануыңызға болады. Енді бұны басқалай машина сатып алуға, басыңызда қарыз болса, қарызды қайтаруға, ондай қаражаттарға қашалауға, істетуге мүмкіндік жоқ деген сөз. Тек қана сауда-саттық жасау үшін кейбір құрал саймандарды сатып алуға, сонымен бірге ижара ақысын, яғни бір дүкен магазин алған болсаңыз, енді соның май ақысын қайтаруға, осындай істерге ғана істетуге болады деген сөз. Енді бұл әр жылы бір келетін орай, енді орайдан пайдаланып қалыңыздар. Мына қандас мәртебесін алған адамдар пайдаланып қалса болады. Енді бұған кейбіреулердің сенімі жоқ. Бұл тек қана артқы есік жасап алуға болады. Артқы есігі бар адамдар ғана, танысы бар адамдар ғана алады дейтін осындай сенімсіздік ахуалдар көріледі. Кейбіреулері бұған өтініш жолдаудан да бас тартады. Бірақ енді бұл жерде бір мысал келтіре кетейін. Енді өткен жылы өзім бір емес бірнеше адамдарға көмектесу арқылы осы қаражатты алғандар бар. Енді олар ешқандай бір артқы есік істеген жоқ, өзінің таныс білістеріне таянып осындай жолдармен алған жоқ. Тек өз күшіне сүйену арқылы ғана алған адамдар бар. Егер сізде тек қана енді сенім болса ғана болды, өзіңіз енді алуыңызға әбден болады. Енді алдыңғы жыл осындай пайдалы, тиімді көмек ақшаларды алу үшін мен бірнеше адамдарға көмектестім. Енді оларға қалай өтініш беру, өтінішті қалай жазу керек, онан соң бизнес бастау жобасы болу керек, яғни план деп қоямыз. Осы планды қалай жасаймыз, қалай түземіз, қандай графалар толтырамыз, осыларға көмектесу арқылы бір емес бірнеше адамдарға алып бердім. Олар енді өте разы болды. Оны алған соң өзінің сауда-саттығына пайдаланып, сауда-саттығын бастап, әзірге дейін істеп жатқандар бар. Енді осындай қолында қандас мәртебесі бар. Яғни бұрынғы кезде айтатынымыз оралман куәлігі бар деп қоямыз, оралмандар. Енді осындай адамдар болса, бұған өтініш жолдаса болады. Ала алмайды емес, мүмкіндік бар. Өтініш жолдасаңыздар болады. Енді түсінбеген жерлеріңіз болса, бізбен хабарлассаңыздар болады. Біз сіздерге әрқашан енді көмек қолымызды созамыз, сіздерге жол көрсетеміз, қалай алуды барлығын көрсетіп айтып беретін боламыз. Енді бұл хабарды өздеріңізді туыс-туғандарыңызға, дос-жарандарыңызға және осы жақта тұрып жатқан адамдарға жолдап қойыңыздар, таратып қойыңыздар. Барлық адам игілігін көрсін. Менің телефон номерім 8 707 725 0139. Осы телефонға хабарласаңыздар болады. Болмаса, енді менің вишім бар, вишінға қосу арқылы хабарласаңыздар болады, көмек сұрасаңыздар болады. Біз әрқашан сіздер үшін қызмет етуге дайынбыз.